Осы күні еліміздің мектептері жаппай электронды жүйеге ауысып жатыр. Яғни білім ошақтары қағаз бастылықтан арылады. Олай дейтінім, мұғалімдер бұрынғыдай журнал толтырып, оқушылар күнделіктеріне сабақ кестесін, берілген үй тапсырмаларын жазып жүрмей, енді ол жұмыстардың барлығын электронды түрде, демде тындыруға болады. Қазақстандық өнертапқыштар күнделік KZ сайтын ойлап тапты. Ол мұғалімдер мен оқушылардың өмірін жеңілдетіп қана қоймай, ата-аналар баласының оқу үлгерімін онлайн режимде бақылауына көмектеседі. Әлеуметтік жоба «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Аталмыш сайттың тағы қандай ерекшелігі бар? Оны қалай қолданады? Алдағы 10 минутта біз осы сауалдарға жауап іздеп, тақырыпты тарқата айтатын боламыз. Тізгінші мен Өмір Әнуарбек, армысыздар, бұл Ақылды қала бағдарламасы. Әлеуметтік инновациялық жоба күнделік KZ-ті қазір ақылды қаладағы білім ошақтарында белсенді түрде қолданады. Солардың бірі нөмірі 54-ші мектеп. Мұндағы оқушылар ақылды сайтты тез игеріп, тіпті топ құрып алған. Айтуларынша, сайтты пайдалану өте оңай әрі ыңғайлы екен. Жалпы күнделік өзінше бір әлеуметтік желі десек те болады. Өйткені онда басқа желілердегі секілді топ құрып сөйлесуге болады. Мысалы, бізде фестиваль деген топ бар. Біз онда мектепте болатын конкурстардың өтетін уақыттарын, қатысатын адамдардың тізімін жазып, хабардар қылып отырамыз. Бұл бізге өте ыңғайлы. Әлеуметтік жобаны іске асыруға Білім және ғылым министрлігі көмек берген. Сөйтіп, 4 облыс пен Алматы қаласына аталмыш сайтты енгізіп көруді ұсынған. Соның ішінде 54-ші мектеп 2016 жылдың сәуір айынан бері электронды жүйеде жұмыс істеп келеді. Идеямыз негізі 2015 жылы желтоқсан айында келген өзіміздің ойымызға. Алдымызға қойған жоспарымыздың мақсаты негізі осы білім, Қазақстан біліміне бір өзіміздің азаматтық көмегін беру ретінде. Сондықтан біз желтоқсан айынан бастап инвестицияларымызды құрып, технологияны осы Қазақстанға әкеле бастадық. Қысқа уақыттың ішінде мұндай ауқымды жобаны іске асыру оңайға соқпапты. Маманның сөзінше, аталмыш сайтты мұндай мерзімді құрап шығару мүмкін емес. Сондықтан шетелдің тәжірибесіне жүгінуге тура келген көрінеді. Осы тәжірибені шетелден алып келдік. Негізі Ресей Федерациясынан. О жақта бұндай жүйе соңғы 7 жыл жұмыс істеп келе жатыр. 35 мың мектептің арасында. Соның технологиясын өзіміздің Қазақстанға әкеліп, өндіріп, өзгертіп, 3-4 айдың ішінде сондай базасы болғаннан кейін сондай жұмысты атқара алдық. Жоба жетекшісінің айтуынша, сайттың дайын нұсқасын шетелден алып, оны Қазақстан білім және ғылым министрлігінің талабына сай етіп өзгерткен. Сондықтан бұл сайтты қолдану оңай дейді маман. Ішіндегі бәр затты 50%-ға біз өзгерттік. Қазақ тіліне аудардық, орыс тіліне аудардық, ағылшын тіліне аудардық. Методологияны өзіміздің Қазақстан білім стандарттарына өзгерттік, ГОСТарына әкелдік. Мысалы, бәрібірде осы 25 жыл бұрын өзіміз бәріміз Совет үкіметінен шыққанбыз. Сондықтан көп заты, мысалы, осы қазіргі кезінде Совет үкімет мемлекеттерінің арасындағы методология бәрі Қазақстанда да, Ресейде де, басқа елдерде ұқсас. Сондықтан өзгерту жағы оңай бол бізге. Ақпараттар бір жүйеге негізделген. Ата-ана кез келген уақытта сайтқа кіріп, баласының оқу үлгерімін бақылай алады. Мұнда бармақ басты көз қыстыға жол жоқ. Себебі енгізілген бағалар үй тапсырмаларын қайтадан өзгерту мүмкін емес. Бәр ақпарат мемлекеттің қолында, мемлекеттің серверларында тұр.
Біздің серверларында емес, білім және ғылым министерствоның серверларында орналасқан. Бәрі тексерілі, ол үшін қолданушыларымыз қобалжымай уайымдамасын. Ақылды жүйемен жұмыс істеуді оқушы мен мұғалімдерден бөлек ата-аналар да қолданып үйренген. Ата-анаға ол өте тиімді, себебі ата-ана қазіргі 21-ші ғасырға байланысты, яғни қарбаласта ата-ана жұмыс, үй жұмыс, яғни баланың тәрбиесіне мектепке келуге онша уақыты қолы тимейді. Сол себепті менің ойымша бұл сайттың тиімділігі, яғни ата-ана баланың оқу үлгерімі, тәртібі, яғни үйге берген тапсырмасын қадағалай алады. Сонымен қатар мұғаліммен тікелей байланысқа шығып, баланың үлгерімін, яғни тәрбиесін, керекті мағлұматты ала алады деп ойлаймын. Сайттың негізгі мақсаты ата-ана мен ұстаздар арасындағы қарым-қатынасты нығайту. Себебі ата-ана мектепке күнде келіп баласының тәрбиесін, оқу үлгерімін мұғалімнен біліп отыра алмайды. Оқытушылар да дәл солай. Ал осы жүйе енгізілгелі бері екі жақтың да уақыты үнемделген екен. Бағаны уақытылы көре алады. Егер мұғалім оны уақытылы қойса, әрине оны қояды да. Баға және үйге берілген тапсырманы уақытысында қол жетімді мағлұмат ретінде пайдалануға өте тиімді. Күнделік кезектің пайдасы сол. Қазіргі кезде байланыс ретінде өте керекті құрал деп ойлаймын. Әлеуметтік желіде әрине бұрынғы кезде мұғалімді көбіне ата-ананың сұрақтары мазалап отыратын, уақытысын алатын. Ал қазіргі кезде күнделіктің арқасында ол қазіргі сондай топтар, мұғалімге уақытын алатын топтар қазір жоқтың қасы десе де болады. Өйткені ата-аналар қазір тікелей күнделік кезектен өзіне керек мағлұматты, мәліметті баласы туралы ала алады. Бұрындары мұғалім жаңа тақырыпты түсіндіріп, жаттығуларды сабақ кезінде орындататын. Дәріс аяқталған соң үйге тапсырманы беріп, оқушыларды босата салатын. Салдарынан кейбір тәлімгер жаттығуды түсінбей, ертесінде мектепке келеді. Ал қазір түсінбеген тапсырманы онлайн түрде мұғалімнен сұрап алуға болады. Біз бір тақырыпты түсінбей қалған кезде мұғалімге кез келген уақытта жазаламыз. Ал ол кісі өзіне ыңғайлы кезде хабарламаны оқып, жауап бере алады. Бұл менің ойымша өте тиімді. Кезінде оқушылар үйге берген тапсырманы дәптерлеріне жазып, кітапқа белгілеп, күнделікті толтыратын. Енді ол жұмыстар электронды түрде тындырылады. Тапсырылған жаттығуларды сайттан алуға болады. Онда барлығы көрсетілген, тек нұсқау бойынша өту керек. Мы уже не сможем отойти от Үй тапсырмасы берілгеннен кейін сайтта барлығы көрініп тұрады. Яғни мұғалім салған тапсырманы ашсаң, сарымен белгіленеді. Ол тапсырманы оқығаныңды білдіреді. Ал мұғалім оқушының сол тапсырманы орындап жатқаннан хабардар болады. Учитель может отправить нам данное задание на доработку. Қазір сайтқа тек сілтеме арқылы кіру мүмкін болып тұр. Соның өзінде жүйемен қолдану белсенділігі жоғары. Әзірге смартфондарға бағдарлама шығарылған жоқ екен. Бірақ келешекте арнайы бағдарлама жасап шығару ойда бар дейді маман. Қазіргі кезде смартфонға бағдарламаны Құдай бұйырса осы жылдың қыркүйек айына шығарамыз деп ойлаймыз. Ол бағдарлама, яғни приложение дейді. Біз оны мұғалімдерге істегіміз келіп жатыр. Ол да ақысыз болады. Бүгін біз білім саласындағы тың технологиямен таныстық. Күнделік KZ-тің қарапайым халыққа арналып жасалғанына көзімізді жеткіздік. Ендеше болашақта осындай жаңашылдықтар әр салаға енгізілсе, шаһарымыз заманауи дамыған, жайлы әрі қауіпсіз қала болатыны сөзсіз.